Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге осындай тауық етінен жасалатын өте керемет дәмді пирог, тойымды пирог ұсынбақшымын. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, дәмі ерекше. Менің арнамнан түрлі рецептер шығып жатыр, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, мына видеоға лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Барлық ингредиенттер бізде описанияда жазылып тұр. Ең алдымен пирогты дайындау үшін біз үлкен бір ыдысымызға, берілген мөлшердегі қаймағымызға жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін араластырып алғаннан кейін осы массаға ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кейін електен өткізілген ұнымызды және де шым тұзды татымына қарай қоса отырып, ұнымызды жақсылап тұрып, біркелкі қамыр пайда болғанша илеп аласыздар. Жарты қасық соданы да қосуды ұмытпаңыздар, өйткені нанымыз көтерілу үшін. Осындай жабыспайтын қамыр илейтін боласыздар. Кейін қамырды жарты сағатқа қойып қоясыздар да, ішіне салатын салмасын дайындасақ. Ең алдымен біз пиязымызды осылай төрт бұрышты етіп турап аламыз, және де ашылған картонымызды осындай төрт бұрышты етіп, мен үлкен біреу ғана алдым, сіздер екі кішірек алсаңыздар болады. Үстіп төрт бұрышты етіп оны да турап аламыз, және де ең басты салмамыз ол тауық еті. Мен тауықтың төс етін алдым. Осындай оны да төрт бұрыштылап жақсылап турап аласыздар. Одан кейін татымына қарай тұзыңызды, бұрышыңызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Кейін нанымызды біз екі бөлікке бөлеміз, бір үлкен және бір кішірек бөлікке. Үлкен бөлігін алып, жақсылап тұрып алып, жайып, үлкендеу етіп, дөңгелекше етіп, жақсылап жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды біз алдын ала дайындаған формамызға салып, жан жағын келтіреміз. Кейін оған осындай етіп салмамызды саламыз, және де жан жағына жайып, оны уақытша қоя тұрамыз да, екінші кішірек қамырымызды жайып аламыз. Кейін оны жаңағы формамызға бетіне жабыстырып, салып, осындай етіп узорлап шығасыздар видеодағыдай. Ортасын оның тесіп, яғни су шығу үшін осындай етіп тесік жасап қоясыздар. Осы пирогымызды духовкада 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Өте дәмді, өте ерекше пирог пайда болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.